конституцияны жай ғана қағаз деп ойлайды. Бұл әрине өтірік. Сондықтан да сізде полиция болсын, сотта болсын, қашанда сіздің сөйлеуге өз еркіңіз және құқығыңыз бар екенін дәлелдейтін боламын. Конституцияда жазылған, ешкім айтпайтын құқықтарыңызды түсіндіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Бүгінгі тақырыбымыздың жоспарына сәйкес саяси құқықтар мен бостандықтарға қарсы қылмыстар, жеке адамдарға қарсы қылмыстар, және де еңбек қауіпсіздігі және еңбек қатынасы саласындағы қылмыстар, ақпарат саласындағы құқықтар мен бостандықтарға қарсы қылмыстар 145-ші бап адамның және азаматтың тең құқықтарын бұзу деп аталады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 14-ші бабына сәйкес барлық жұрт заң алдында тең деп айтылған. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 145-ші бабының объектісі денсаулық қадір қасиеті болып табылады. Бостандығы объективтік жағы кез келген азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын оның ұлтына, тіліне, дініне қарамастан оған шектеу жасайтын болса, бұл да қылмыс болып табылады. Объективтік жағы тікелей қасақана объектісі толған есі дұрыс азамат азаптаулар деп аталады. Объектісі жекелеген азаматтардың өмірі, денсаулығы және де адамгершілік қасиеті. Қазақстан Республикасының Конституциясының 17-ші бабының 2-ші бөлігіне сәйкес кез келген адамның қадір қасиетіне қол сұғылмайды деп жазылған. Сондықтан да осы арнаулы субъект, сотқа дейінгі тергеп тексеруші лауазымды адамдар, анықтаушы, тергеушілер кез келген жауап алатын азаматтардан олардың қадір қасиетіне қинап, ұрып соғуға рұқсат етілмейді. Егер де осы жоғарыда аталған іс-әрекеттердің біреуі көзделсе, бұл қылмыс болып табылады. Объективтік жағы осы тергеушілердің жауап алып жатқан адамдарды қинауы, зардаптар келтіруі, ұрып соғуы болып табылады. Ал субъективтік жағы тікелей қасақаналық арқылы субъектісі арнаулы болып табылады. Құрметті білім алушылар, субъектінің екі түрі бар, арнаулы және де жалпы. Бұл жерде лауазымды адам болғандықтан сотқа дейінгі тергеп тексеретін лауазымды адам. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 147-ші бабы жеке өмірге қол сұғылмаушылықты және Қазақстан Республикасының дербес деректері бойынша заңнамасы бұзу деп аталады. Осы бапқа байланысты Қазақстан Республикасының Конституциясының 18-ші бабына байланысты кез келген адамның отбасылық жеке өмірінің құпиясы болады деп танылған. Осы мәліметтерді заңсыз таратып жіберетін болса, әрине Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 147-ші бабы бойынша сараланады. Объектісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық реттейтін қоғамдық қатынастар болып табылады. Ал объективтік жағы адамның жеке өміріне тиесілі отбасының құпия мәліметтерін тарату арқылы жасалынады. Ал субъективтік жағы тікелей қасақаналар. Ал субъектісі 16-ға толған кез келген есі дұрыс азамат немесе азаматша хат жазысу және де телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф хабарламалар немесе өзге де хабарламалардың құпиясын заңсыз бұзу деп. 18-ші бабының 2-ші бөлігіне байланысты кез келген адамның телефонмен, пошта, телеграф, SMS болсын, WhatsApp-тағы хабарламалар құпияларының құқығы бар. Оны кез келген өзі адамның өзі рұқсат бермейінше басқа адамдардың оқуы рұқсат етілмейді. Бұл қылмыс болып табылады. Бұл баптың объектісі болып міндетті түрде хат жазу, телефонмен сөйлесу, осындай хабарламаларды құпиясын реттейтін қоғамдық қатынастар болып табылады. Объективтік жағы хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф болсын, SMS құпиясын заңсыз бұзу арқылы жасалынады. Оны көбінше әйел адамдар немесе лауазымды адамдар осындай іс-әрекеттерге барады. Ал субъективтік жағы тікелей қасақаналық арқылы жасалынады. Субъектісі болған кез келген есі дұрыс адамдардың осындай іс-әрекеттері орында алынып табылады. Осы төрт элементтері түгел болған жағдайда қылмыс болады. Егер де осы объект, субъект, объективтік жағы және де субъективтік жағы болмаған жағдайда біреуі бұл қылмыс болып табылмайды. Келесі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 149-ші бабы тұрғын жайға қол сұғылмаушылықты бұзу деп аталады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 25-ші бабына байланысты кез келген үйге біреудің территориясына үйдің иесі рұқсат бермейінше кіруге рұқсат етілмейді. Мейлі ол сантехник болсын немесе светті тексеретін электрик болсын, үйдің иесі үйге кіріңіз деп рұқсат бермейінше ол үйге кіруге рұқсат етілмейді. Ол үйдің иесінің рұқсатынсыз үйге кіріп кеткен жағдайда бұл қылмыс болып табылады. Егермен де осындай іс-әрекеттер белгілі болатын болса, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 149-ші бабы бойынша сараланады. Осы 149-ші баптың элементі ретінде объектісіне тоқтала кетсек, тұрғын үйге қол сұғылмаушылықты қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болып табылады. Объективтік жағы тұрғын үйге және де онда тұратын адамды еркінен тыс басып кіру арқылы жасалынады. Субъективтік жағы біле тұра тікелей қасақаналықпен, ал субъектісі 16-ға толған есі дұрыс адам болып табылады. Егер де мынандай сұрақ туындайды, құрметті білім алушылар, үйге үйдің рұқсатынсыз кіріп кеткен адамның есі дұрыс
болмаса қылмыс болып табылады ма деген әрине жоқ. Бұл жерде субъектісі жоқ болады. Ол белгілі бір жасқа толған болса да, есі дұрыс болмайтын болса, бұл жерде қылмыс болып табылмайды. Бірінші Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 150 бабына байланысты бұл сайлау құқықтарына тиесілі болып аталынады. 150 және 151 баптар. Егер де мен екі бапты түсіндіріп, 151 баптардың объектісі осы азаматтардың сайлау құқығына дұрыс жүзеге асырмауына байланысты осындай кедергілерді жасайтын белгісіз қатысуын реттейтін қоғамдық қатынастар болып табылады. Объективтік жағы міндетті түрде екі бапта да 150-151 бапта осы сайлауға тиесілі заңнамаларды бұзу арқылы жасалынады. Ал субъективтік жағы тікелей қасақаналы екі баптың да субъектісі 16-ға толған есі дұрыс азаматтар. 52-ші баптың объектісі деген адамның еңбек құқығын бұзатын қоғамдағы қатынастар болып табылады. Ал объективтік жағы міндетті түрде еңбек заңнамасын заңды бұзу әрекет немесе әрекетсіздік арқылы жасалынады. Субъективтік жағы тікелей қасақаналы субъектісі арнаулы субъект болып табылады. Жұмысқа алу немесе оны босатуға құқығы бар лауазымды адам. Қазақстан Республикасының Конституциясының 4-ші бапта кез келген адам кез келген жұмысты өз еркін таңдау және жұмыс істеу құқығына ие деп табылған. Және де осы 153-ші баптың объектісі ретінде еңбек қауіпсіздігінің ережелерін бұзуды қорғайтын заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар деп қылмысқа осы кәмелетке толмаған адамдардың еңбек заңнамасын бұзу арқылы жасалынады. Және де бір нәрсені ескере кетейік, құрметті білім алушылар, бұл 153-ші бапта екі объект болуы мүмкін. Кәмелетке толмағандардың өмірі немесе денсаулығы да болуы мүмкін. Осыны ескере кететін жайт. Ал субъективтік жағы тікелей қасақаналық арқылы, ал субъект міндетті түрде жұмыс беретін немесе лауазымды адам болып табылады. Еңбек инспекциясы жөніндегі басқарма қызметкерлерімен ағымдағы жылдың 1-ші тоқсанында облыстағы кәсіпорын мен мекемелерде 179 тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 242 заң бұзушылық анықталған. Оның ішінде еңбек қатынастары туралы 200, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 35, халықты жұмыспен қамтуда 7. Анықталған бұзушылықтардың 175-і заңға сәйкестендірілді. Мемлекеттік еңбек инспекторларының талабымен 6 адам еңбек заңнамасын бұзғаны үшін тәртіптік жазаға тартылды. Есепті кезеңде еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін шара қолдану мақсатында 14 іс құқық қорғау органдарына жолданған. Жазатайым оқиғаларда толастар емес. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 154-ші бап жұмыскерлер өкілдерінің заңды қызметіне кедергі жасау деп аталады. Бұл объектілер туралы бірінші жалпы объектісі заңмен белгіленген қызметкерлердің өкілдерін реттейтін қоғамдық қатынастар. Ал келесі тікелей объектісі міндетті түрде қызметкерлердің ар-намысы және де адамгершілігі қадір-қасиеті болуы мүмкін. Объективтік жағынан қызметкерлердің өкілдерінің заңды қызметіне лауазымды адам қызмет бабын пайдаланып, осындай іс-әрекеттерге бару арқылы жасалынады. Ал субъективтік жағы тікелей қасақаналық болып табылады. Субъектісі арнаулы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 155-ші бабы, яғни аталынады. Жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет ұйымдастыруға, өткізуге немесе оларға қатысуға кедергі жасау деп аталады. Кез келген адамның осындай жиналыстарға, митингтерге қатысу құқығы бар. Оған нақтырып айтып кететін болсақ, ата заңымыздың 32-ші бабына байланысты кез келген адам митинг, демонстрация ұйымдарға, солай жиналыстарға қатысуға құқығы бар деп жазылған. Осындай құқықтарға кедергі жасау арқылы, осындай іс-әрекеттерге мәжбүрлеу арқылы мәжбүрлейтін болса, бұл қылмыс болып табылады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 155-ші бабы. Осы баптың объектісі ретінде жәбірленушілердің өмірі болуы мүмкін, немесе денсаулығы, қадір-қасиеті болуы мүмкін. Және де объективтік жағы жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет, осындай лауазымды адам өз қызмет бабы көзделінеді. Субъективтік жағы тікелей қасақаналық арқылы жасалынады. Субъектісі субъект екіге бөлінеді. Жалпы және де арнаулы субъект болуы мүмкін. Қорғау қағидаларын деп аталынады. Осы бапқа байланысты объектісі міндетті түрде еңбек қауіпсіздігінің шарттарын қамтамасыз ету қоғамдық қатынастар деп аталынады. Келесі қосымша тікелей объектісі жәбірленушінің өмірі және де денсаулығы болуы мүмкін. Объективтік жағына міндетті түрде осы еңбек заңнамаларына байланысты денсаулыққа ауырып барлығына зиян келтіру, әкеп соғу арқылы жасалынады. Субъективтік жағы міндетті түрде тікелей қасақаналық арқылы жасалынады. Ал міндетті түрде субъектісі 16-ға толған есі дұрыс адам болып табылады. Ереуілге қатысу немесе ереуілге қатысудан бас тарту мәжбүрлеу деп аталынады. Бұның объектісі заңмен белгіленген азаматтардың ереуілге қатысу немесе қатысудан бас тарту құқығы болып табылады. Ал қосымша тікелей объектісі бұл жерде кез келген адамның өмірі немесе денсаулығы, адамгершілігі қасиеті болып табылады. Ал адамгершілік объективтік жағынан міндетті түрде адамның басқа біреудің ереуілге қатысуға немесе ереуілге қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу арқылы жасалынады. Субъективтік жағы тікелей қасақаналық болынады. Ал субъектісі 16-ға толған
есі дұрыс, жай және де лауазымды адам. 28-ші бабы журналистердің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау деп аталынады. Осы кез келген Қазақстан Республикасының Конституциясында цензураға тыйым салынады, сөз шығармашылығы еркін сөйлеуге құқығы бар деп жазылған. 20-ші бапқа байланысты объектісі сөз бен шығармашылығы еркін болып табылады. Қосымша тікелей объектісі болуы мүмкін, журналистің заңды құқықтары мен мүдделері болуы мүмкін деп көрсетілген. Осы сәтте пайдалана кетсек, заңнамадағы доктор Ағыбаев міндетті түрде журналистердің заңды кәсібіне кедергі жасау арқылы жасалынады деп айтып кеткен. Жағы міндетті түрде тікелей қасақана арқылы жүзеге асырылады, ал субъектісі міндетті түрде 16-ға толған кез келген есі дұрыс адам. Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқығынан заңсыз шектеу деп аталынады. Осы баптың объектісі ретінде азаматтардың конституциялық құқықтарын шектеу деп аталынады. Ал объективтік жағы әрекет күйінде заңсыз ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқығын шектеу арқылы сипатталынады. Ал субъективтік жағы міндетті түрде субъективтік жағы міндетті түрде тікелей қасақана арқылы жүзеге асырылады. Субъектісі 16-ға толған есі дұрыс адам деп табылады. Құрметті білім алушылар, сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.